Галатасарай, Ливерпуль, ерсін осы клубтардың тағдыры шешші осында. Галатасарайға жанкүйермін. Ньюкасл және Галатасарай. Жыбы болжам айтайын ба? Кесіп мына жерде. Айтшы. Галатасарай үйде жеңілмейді, қонақта жеңіледі. Бұл онда жыбы айтып тұрсаңыз, малмыз ғана еді, айтамын. Жоқ, өзіне ғана жауап бересің. Елеке. Я шыны керек Галатасарай үйде отылмайды. Галатасарай, Я бұл Ливерпуль жоқ. жоқ, енді Ливерпуль қазір кішкене құлдырау мәселесі жүріп жатыр. Негізі бір сенсация болатын болса, осы матчта болуы мүмкін, но не факт. Иә, Галатасарайда Не могу доказать. соңғы ойындарда қарап өттім. Галатасарай кеше ме, оны алды. Бешикташ кеше, Бешикташ. Өте негізі Галатасарайдың құрамында жоғарғы деңгейлі футболшылар бар. Сол себепті үйдегі ойында Галатасарай жеңет, сырттан қалғанда ойында жеңет. Өзі топтық кезеңде ойнап еді бұларды. Иә, Галатасарай жеңіп кетті. Дом ойнаған. Екеуі кездескен. 1-0 есебімен жеңіске жеткен. Виктор Осимхен пенальтиден гол соққан. Ал Галатасарай сол сенбіде Бешикташқа қарсы 1-0 есебімен жеңіске жетті. Кубок аясында Ливерпуль Вулверхэмптонды жеңіп кетті 3-1 есебімен. Түркиялық клуб, Галатасарайды айтып жатырмын, үйде ағылшындарға қарсы сәтті ойнайды. АПЛ клубтарына қарсы соңғы 9 матчтың біреуінде ғана жеңілген мынау. Стамбулда. Жалпы үйде жақсы ойнайды олар.